жестяная банка, 15 граммдық стикта, сосын 25 килограммдық мешокта. Дәмі осындай, 60-70 градустағы кипятокпен ерітіп, кәдімгі түйенің сүті салмалы сияқты ішуге болады. Қытайда енді өте жақсы танымал, себебі Қытайда осы коронавирустан кейін иммунитеттері әлсіреп кеткен, пневмония дейді. Сосын Қытайда өте көп кездеседі ғой сахарный диабет. Сол аурулардың барлығына бұның пайдасы өте үлкен. Сол үшін Қытайда қазір өте сұранысы өте жақсы.